Сәлеметсіздер ме? Мен Инкаш Назерке Сәттібекқызы, Түркістан облысы Ордабасы ауданы Зиядин Сәбеков атындағы жалпы орта мектебінің 11-ші А сынып оқушысымын. Жасым 17-де. Қазіргі таңда республикалық елбасы медалі жобасының қола медаль иегері және де Түркістан облысының атынан амбассадоры болып табыламын. Және де көптеген мектепшілік, аудандық, облыстық және республикалық сайыстардың жеңімпазымын. Жас ақын жастарын төс белгілерімен марапатталған. Жалпы біріншіден мен бұл жобаға тоқталып өтетін болсам, елбасы медалі жобасы ол мен үшін табыстың 7 жолын бағыттайтын, ел үмітін ақтау үшін, сонымен қатар жастарға керемет болашақ құру үшін үлкен мүмкіндік беретін тың жоба деп айтқым келеді. Жалпы бұл жобаны мен ең алғаш Instagram желісінен көрген болатынмын. Ол жақта Түркістан облысының қатысушыларының жасап жүрген тапсырмаларын, орындап жүрген жұмыстарын барлығын көріп, менде бір сұрақ туындады. Неге мен де қатыспасқа деген. Содан бірден өтінішімді жіберіп, осы жобаға қатысуды жөн көрдім. Бұл жоба бойынша мен көптеген жаңағы жақсы отзывтарды естіген болатынмын. Яғни әрі қарай дамуыма үлкен мүмкіндік беретініне сенімді болдым. Елбасы медалі жобасының арқасында өзім ең біріншіден үйлесімді тұрғыда, жүйелі тұрғыда қалай жұмыс жасауды үйрендім. Сонымен қатар мен осы жобаның арқасында қалай жоспарды дұрыс құруды үйрендім. Смарт мақсат құруды үйрендім. Мен бұл жоба бойынша жаңағы 5 бағыт бойынша дамыдым 6 ай көлемінде. Сол үшін мен өте қатты қуаныштымын. Осы орайда мен осы елбасы медалі жобасының ұйымдастырушыларына өзімнің үлкен алғысымды білдіремін. Біз отбасымызда 4 адамбыз. Ол менің әкем, анам, үлкен ағам және де мен. Отбасымда менің ең қатты қолдаушыларым ол менің ата-анам деп айта аламын. Менің ата-анам өте алтын адамдар. Екеуінің де қолдауы мен үшін үлкен бір мүмкіндік. Егер де олардың қолдауы болмаса, мен қазіргі таңда осындай жетістікке жетпес едім деп айта аламын. Біздің ата-аналарымыз, біздің байлықтарымыз. Қазіргі таңда өзіме тоқталсам, мен өзім 11-ші сынып оқушысы болғандықтан, мен қазіргі таңда ұлттық бірыңғай тестілеуге өте қатты қызу дайындықтамын. Басты арманым ол осы ағылшын тілін 100% жетік меңгеріп, нағыз өз ісінің маманы атану және де жаңағы қазіргі таңда бөлініп жатырған мемлекеттік грант иегері атану болып табылады. Яғни ОБТ-дан 140 балл жинағым келеді. Патриотизмге тоқталатын болсақ, ол дегеніміз біз отансүйгіштік, яғни еліне деген сүйіспеншілік, елінің дамуына, елінің көркеюіне, тәуелсіз елдің азаматы болуына қуану, тәуелсіздікті әрі қарай сақтап қалу. Ол біздің қолымызда. Әрбір жас сол үшін еңбектену керек деп ойлаймын.